Көзге көрінбейтін кеңістік. Біздің тәніміз көзге көрінбейтін электромагниттік қуаты бар кеңістікпен қоршалған. Сондықтан адам бойында 7 орталық қуат көзі орналасқан. Осы 7 энергетикалық орталықты іске қосқан кезде біз олардың ішінен қуаттарды сыртқа шығарамыз. Яғни әр орталық белсенді болған сайын тән ерекше ақпарат пен ниетке толы энергия толқындарын бөле бастайды. Соған сәйкес нерв жүйелеріне керекті гормондар мен химиялық заттар түзіле бастайды. Адам бойындағы 7 орталық күшінің бастапқы 3 қуат көзі тәннің төменгі бөлігінде орналасқан. Бірінші орталық төменгі жамбас бөлімдерімен қатысты аймақтар. Екі жамбастың арасында орналасқан бұл аймақтар көбею және тұқым жалғастыруға жауап беретін жер болып табылады. Бұл жермен эстроген, прогестерон, тестостерон сияқты гормондар байланысады. Осы аймақпен креативті ойлар шыға бастайды. Яғни бұл орталық байланыста болған кезде өмір жалғасымы болады. Екінші орталық кіндік аймағы болып табылады. Бұл аймақ тамақты қорытуға жауап береді. Тамақты энергияға айналдыратын аймақ, қандағы қан құрамын бақылайтын бөлім. Бұл орталықтың бақылауында сонымен қатар әлеуметтік құрылымды қадағалау жатады. Отбасы және түрлі қарым-қатынастарды реттейтін орталық. Осы аймақ баланста болған кезде адам өзін қауіпсіз сезінеді. Үшінші орталық іш құрылысы аймағы. Бүйрек, бауыр, іш құрылыстың орналасқан бөлімдерінің бәрі жатады. Бұл орталықпен адреналин, кортизол, бауыр мен бүйректің барлық ферменттері байланысады. Бұл аймақта ерік-жігер, билік, бақылау, агрессия, табандылыққа жауап береді. Осы үшінші аймақ баланста болған кезде сыртқы кедергілерді жою үшін адам көбіне тәни күш-қуатын пайдалана бастайды. Яғни адам бір нәрсеге жету үшін тек материалды тәнге сүйенеді. Егер де біз ұдайы жан сақтау күйінде болса, төмендегі осы үш орталығымыз белсенді болып кетеді. Сол кезде біз сексуалды ішіп-жеумен, басқалармен алысумен, басы қатқан созылмалы күйзеліс, стресте болатын боламыз. Ол біздің тәніміздің қоршаған кеңістіктен қуатты сорып алады. Яғни төмендегі жиіліктегі толқындар қауіпті болып табылады. Ал шектелген сана қуат көзін қоршаған клеткаларға шектелген белгі ретінде сигнал береді. Нәтижесінде осы белгілер осал болады да жасампаз ақпарат беретін қуат толқындары төмендейді. Төмен толқындар ауру туғызады. Қорыта айтсақ, энергетикалық деңгейде барлық сырқаттар төменгі толқындар мен үйлесімі жоқ ақпараттардан туындайды.